Сәлем достар, бүгін сіздерге құйрық майды қалай құру рецептісімен бөлісетін боламын. Құйрық май адам денсаулығына өте пайдалы. Жөтелгенде 1 стакан ыстық сүтке 1 шай қасық ерітілген құйрық май қосып ішсеңіз жөтеліңіз басылады. Кішкентай балаларға жел тиіп мазасызданып жылағанда осы маймен сыласаңыз тынышталады. Кішкентай балалардың қуығында осы маймен сылауға болады, суықты шығарады. Бұнда 4 кг құйрық май тоңазытқыштан 1-2 сағат бұрын алып қойып, жібітіп қойдым. Осылай кубиктеп тураймыз, өте үлкен болмау керек. Майды қорудың алдында 1 үлкен кесе суық су құямыз және 1 шай қасық тұз саламыз. Қалыпты отта қойдық, араластырып тұрамыз. Міне 40 минут уақытта біздің майымыз құрылып дайын болды. Енді суыған соң шыныдан жасалған банкілерге құямыз.
Міне шыжығын бөлек салып, майды банкілерге құйып болдым. Осы майды морозильникке салып пайдалансақ болады. Ешқандай бұзылмайды. Рецептім ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.